Очень инстаграмда бір кісілермен қырылып отырмын қазір. Вообще в шоке. Кеше мен сіңілімнің тойында подругасы өлең айтқан болатын, жаңа 5 сторис арнадым ғой. Соны маған жазып жіберіпті. Өшір деп жазып жіберіпті. Бір емес, бүкіл үрім ботағымен біреулер гвардейскийдің адамдары ау деймін, кажется. Я не знаю, қай жақтың адамдары екенін. Сосын бүйтеді, сен менің бүйтеді, сотқа берем өшірмесең мына ән дейді. Это, во-первых, ол вообще Мейрамбек Беспаевтың әні, я, бүкіл әншілердің әні, я, қаншама біздің өнерімізде жүрген, сахнамызда жүрген адамдардың әні біріншіден. Екіншіден, оны кішкентай қызы орындапты жарайды. Оны менің сестренкам айтқан, бүйткен, какая разница деймін да, кім айтса да. Енді Даяна келіп кеше подругам сестренкасының тойында айтты. Мен оны салып, маған угрозамен береді, мен ағам кім екенін білесің ба? Менің кім екенін сен білмейді екенсің дейді. Білмейді екенмін сіздің кім екеніңіз. Самал ханым. Жаңағы адамдармен қырылып отырмын ғой, қырылып. Сонымен Даяна хабарласып маған, Зухра дәте, алып тастайсаңызшы өтініш, ана мамамдарға шығып жатыр дегеннен кейін жарайды деп алып тастайын деп отырмын. Бірақ бұл кісілердің айтқан сөзі үшін емес, бірақ бұл кісілердің сөздердің барлығы сторисымда тұрсын, елдер көрсін, қандай оңбаған адамдардың бұл өмірде болатыныншы. Я вообще в шоке, честно. Кішкентай қыздың ән айтқанын көре алмай бар жатыр ғой. Соншалықты іші тар, андай көре алмаушылық, сондай қандай адамдар деймді. Құдай сақтасын мынандай туысқандардан, мынандай адамдардан. Вообще, мен біздің туысқанымыз емес қой, конечно. Құдай сақтасын бұндай адамдардан вообще. Маған шығып не аман сау жоқ. Я осындай ситуация болыпты, Зухра ханым, алып тастайсаңшы деп адамгершілікпен айтса, құрсын мал емеспіз ғой бізде. Алып тастайтын едік қой. Жоқ маған, өшір дедім, сен маған аузына келген сөйлеп жатыр да, бүкіл үрім бұтағымен жазған ғой, құрсын. Я вообще в шоке. Қара ниетті қандай адамдар. Самал ханым, сізге бұл особенно арналады. Тұрма? Шар бүліктегі киінетін болып кеткен ба, қалай өзі деп пейсі. Өзің көп болып тұрсың. Күлсең жүділетін жасқа еппізім. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Жазылып, кішкене толық жазылған жоқпын, сонда да кішкене жазылып, эфир жақыра келатым. Қолыма шайым мен пирожкиімді алып, тойға келатым. Бүгін бізде бесік той, Айбек пен Эдуардың баласының бесік тойы болады. Сол бесік тойға келе жатырмын. Іздеп жатырған адамдар көп еді ғой. Қаяқтасың, неғып жоқ болып кеттің, эфирден көрінбейсің ғой деп. 14.30-да өр арнасын қосыңыздар. Бүгін эфирдеміз бұйыртса. Кеш баршаңызға, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Үйдеміз. Құдай самасын. Отырмыз, шай ішіп отырмыз. Көкем ауырып қалған. Температура жетіп, өзі мазасы болмай, келіп тамағын беріп, шайын беріп, әйтеу тұрғыздық. Жатам, тұрмайым деп баған. Міне отырған отырсын қарасаңыздар. Қажет. Бәріңізден тығылып отыр ғой. Істеп отырмыз. Бізге қайырлы кеш болсын. Қазір киноны бастайын деп жатыр, көріп. Екеуміздің басымыз қосылса болды, дорамаға кіреміз, болмаса анимеге кіреміз. Болды. Сол. Қайырлы түн болсын, ұйықтайын деп жатқан жандарға біз енді ояндық. Енді ғана мен үйге келіп, нормально болып, өз қалпыма келіп жатқан жайым бар. Қандай қолы босай салса, отырып алып сканворд шешетін адамдар бар ма? Мен сондай адам алдында қоймай алып ап, енді ғана қолым тиіп, сканворд шешкелі отырмаған. Арасында бір босап қалсам, шашып отырған кезде, өйстіп сканвордқа сразу жармасып кете қалатын бар енді. Қырына миды жұмыс істетіп, сөйтіп істеу керек. Солай, в общем. Басқа не жаңалық. Кім өзінің байқаны нервысын немен успокаивать етеді? Маған, например, осы ұнайды. Либо музыка тыңдаған, либо кино көрген. Сіздер не істеп успокаивать етесіздер өздеріңізді? Кезінде андай тігін тігіп, тоқма тоқып, солай не істейтін мен қазір қойып қалған. Осы мың бір сұрақ деген сканвордтарға жатып алдым. Баша, қайырлы таң, ойбай, қайырлы күн, қалайсыздар, жақсыздар ма? Білмеймін, біздің студия сәл-сәл салқындау болып тұр екен. Барлығым көңіл күй дүйсен болғанда ең бандай бәріміз ыңғайсыз болып тұр. Сол, бір жан келді еще мына жақта бар өзі. Бүгін Құдай қаласа керемет эфир болады 14.30. Қайырлы кеш.
біз деген үйде отырмаймыз ғой. Аңсарды дағы басқа жаққа алып келдік ма, тамағым кішкене жөтеліп қалдым. Аңсарды жұқтырып алмасам екен деп жүрмін ғой. Кеше подругамның сторисінен бір ойнайтын жер көріп қалдым. Сондай жерді аңдайтын болдық па, ирес сақтап алдым. Топырақпен ойнайтын да, соған бара жатырмыз. Ана жақта балалар ойнайтын жер көп екен ғой. бір жерге бара бермейші, автобус мегаға көп барамыз ғой. Әр жерге баратын болдық бұдан кейін, Құдай қаласа. Машинасында отыр. Қара қатты ғой. Мынандай ма? Ойбай, салғамайды ғой пока. Сол баламыз әйтеуір ішіп піспасыншы дегеніміз ғой. Оның өзі жақсы ғой. Әр жерде ойнап, развитие де, баланың дамуына өте үлес қосам ғой, білесіздер, қосамыз барынша әйтеуір. Сол, задің өзімізде на ходу жұмысымызды бітіріп жатыр әйтеуір. Біздікі телефонмен ғой жұмысымыздың бәрі. Солай.